Конференция қатысушылар мәшһүр Жүсіп кесенесіне келіп, көліктен түсіп жатыр. Өзіміздің қандастарымыздан басқа олардың арасында шет елдіктер де бар. Тәуба, биылғы жыл ерекше жыл. Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық деңгейде өтіп жатыр. Мен қатты қуанам. Шетелден қонақ шақыру түк емес. Келеді ғой енді, шақырсын дұрыстап. Ал енді мамандар келіп отқанына, соған мен бір кәдімгідей бір ерекше сезініп отырмын. Арнайы мәшһүр танушылар. Америкадан, Индиана университеттен Ален Франк, мәшһүр Жүсіп және қожа аталар деген Сарқан қожаларын мәшһүр Жүсіп атамыздың шығармаларында не көрсетілген деп. Содан кейін мынау Жапониядан керемет жақсы мамандар, Тока, мұнда Баянауылдың азаматтар Токаны бәрі біледі. Кезінде 2 жыл өмір сүрген ішінде. Қазір профессор, үлкен азамат болды, азаматша. Ол кісі де мәшһүр Жүсіп танушы ретінде бір ойларды баяндамада айтқан. Соған қосымша Прагадан, Чехиядан маман келді, Лора Шейка. Ол кісі де таң қалып отыр. Келген қонақтар бірден кесенеге бас бұрды. Осы жерде мәшһүр Жүсіптің аруағына арналып дұға оқылды. Әсіресе американдық Ален Франк пен жапон қызы Токо Фудзимотоның қазақпен бірге мұсылманша қол жайып отырғанын атап өткеніміз жөн. Ерлан Арын айтқандай, Токо қазақ жерін зерттеймін, қазақ тілін үйренемін деп Баянауыл ауданының ауылында 2 жылдық өмірін өткізіпті. Қазақстанға келгенде мен Шығыстан институтының Меруат Қуатовна менің жетекшім болды. Сол кісі айтты, енді ата-бабаларымыздың жерге жібереміз деп айтты. Сол мен Шығыстан институтының экспозиция ретінде осы Баянауылға бірінші келдім. 2 жыл тұрыпсыз, кейін болған жоқ па? Енді мынандай даладағы ауылда әрине мен сияқты Жапониян далада өскен қызға қиындау болады. Бірінші бетте үйрене алмай жүргенмін, бірақ мені қабылдаған отбасы Жұмагүл Ахметова деген кісінің отбасы өте жақсы болды. Енді қазақи өмірді маған үйретті. Сол мен онша қатты қиындықты көрген емеспін. Бұған қайран қалмайтын адам жоқ шығар. Бүгінгі күні 2 сөзді қазақша құрастыра алмай жүрген ағайындарымыз осы жапон қызынан неге үлгі алмасқа? Токо Фудзимото мемлекеттік тілде сөйлеп қана қоймайды, жазып та береді. Ал енді мәшһүр Жүсіп оларды несімен қызықтырды екен? Енді соны білейік. Ең бірінші Баянауылға келгенде Лаура Жүсіппен бірге келгенбіз. Енді Баянауылда бірінші Машакенің басына келіп, батасын алып, әрі қарай кеттік. Енді бізге маған мәшһүр Жүсіп жазған шығарманың ішінде этнография жағы өте қызықты. Мысалы, мен тұрған Тендік ауылы, Мұса Шұрманов болған жері, тұрған жері, өмір сүрген жері. Сол кісінің ас туралы мәшһүр Жүсіп жазған, о қайтыс болғанда жоқтаған сондай элементтер, материал маған өте, деректері маған өте қызықты. Мен оның шежіреге байланысты мәғлұматтарын, тарихи материалдарын, поэмаларын, биографиясын, Исабек Ишан және Қазірет Қамерден туралы поэмаларын қолдандым. Оның шығармалары бірегей, қайнар көзі, өйткені Баянауыл мен Павлодар мұсылмандық діни орталығы екені белгілі. Павлодар мемлекеттік университеті мәшһүр Жүсіп Көбеевтің шығармаларын ағылшын тіліне аударып, оны 3 томдық кітап ретінде шығарған. Жарияланған материалдардың аздығына қарамастан, шетелдік ғалымдар оның өміріне, жазған, жинаған еңбектеріне қызығушылық танытып отыр. Осының өзі мәшһүр Жүсіптің халықаралық дәрежеде танылғанын көрсетеді.